Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қысқаша Word мәтіндік редакторында диаграмманы қалай құрамыз, соны кішкене көрсететін боламын. Яғни сым жетекшілерге арналады, мұқият қарап алыңыздар. Оны біз Word мәтіндік редакторына кірген соң, ставка батырмасын басамыз, диаграммаға кіреміз. Мінекей, өзімізге керегін таңдап аламыз. Мен қарапайым түрдегі диаграмманы қолданып жатырмын. Бұл жерде 1-90 деп категория дегенге 4-90-ға бөліп аламыз. Білім сапасын бақылау мақсатында осы диаграмма бізге тиімді болады. Мінекей, 1-90, 2-90, 3-90 және 4-90. 4-90 белгілеп алдық. Мінекей 1, 2, 3, 4. Бұл жерде ряд деп тұр, 1, 2, 3. Көк түстегін үздіктер деп аламыз. Көк түстегін үздіктер деп алайық. Екінші қатарда сарымен белгіленіп болғанда оны екпінділер деп алайық. Екпінділер орта оқитын оқушыларда. Одан кейін ряд 3 дегенді қазақшаға жазып алайық. Сырт түстегі боялған ұяшықтағын етеміз біз. Үлгерімі төмен деп алайық. Үлгерімі төмен оқушылар, яғни сыныптағы қарай. Мінекей 4-90-ымызды бөліп алдық. Үздіктер, екпінділер, үлгерімі төмен деген сияқты оқушылар. Енді бізге мына жақта күнделік кезектен ашып көре береміз. Үлгерімі төмен оқушылар, мысалы үшін қанша, үздіктер қанша. Үздіктер сыныпта 24 оқушы бар деп айтайық. 24 оқушының үздіктер 7 болады деп айтайық. 7, мінекей. 7 үздігіміз бар 1-90-да деген сияқты ғой. Екпінділеріміз 11. Қалған 6 оқушыны үлгерімі төмен оқушыларға жатқызамыз. Мінекей 1-90 кетті. Көріп жатсыздар 1-90. 2-90 5, 9 деген сияқты. Осылай жасап кете бересіздер. Өзгеріп отырады. Болмаса үздіктерді 11 қылып жібересіздер. Өзгеріп отырады. Көрдіңіздер ме? 11 деген сияқты. 22 оқушы. Білім сапасына күшті бал береді. Өздеріңіз қалаған балдарыңызды қойып ала бересіздер. Күнделік кезектен сәйкестендіріп. Осылай қарапайым түрдегі диаграмманы құруға болады. Название диаграмма деп жазуға болады. Мысалы үшін 5-ші сынып. 5-ші сынып. Асып деп жазуға болады. Неге дайын? Жарайды, онда арнамызға қолдау мақсатында пікір жазып, лайк басып беріңіздер. Рахмет.